Армысыздар, құрметті көрермен және бұқаралық ақпарат өкілдері. Қарағанды облысы өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде. Бүгінгі талқыланатын тақырып: Қарағанды облысының тұрғындарын көмірмен қамтамасыз ету. Добрый день, уважаемые телезрители и представители прессы. Региональная служба коммуникации Карагандинской области вышла в прямой эфир. Тема сегодняшнего брифинга – обеспечение углем жителей Карагандинской области. Спикер: Дарын Булқайыр, Қарағанды облысының өнеркәсіп және индустриялық инновациялық даму басқармасының басшысы. Панбаев Азамат Серікұлы, Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі индустриялық даму комитетінің төрағасы. Рақымбаев Абзал Жұпарұлы, Қарағанды қаласының әкімінің орынбасары. Сергей Ким, Шұбаркөл көмір ақ бас директоры. Дамира Қожахметова, Шұбаркөл көмір ақ корпоративтік коммуникациялар қызметінің басшысы. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бізде жедел желі жұмыс жасайды. Өзіңізді толғандырған сұрақтарды 41 11 30 жедел желісі арқылы жолдауларыңызға болады. Дарын Бұлқайыр, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті облысымыздың тұрғындары. Қарағанды облысы өңірі бойынша қазір мынау көмірді бір шахта және 8 разъезден келеді бізге. Қарағанды облысына қазіргі таңда Қарағанды облысының әкімдігімен мынау Қарағанды облысы бойынша жалпы көмірлер сатылатын жерлері 52 болып белгіленіп отыр. Ол біздің қалалық облыстық орталығымызда 20, қалғандары мынау өңірлерімізде. Жалпы ақпарат насихаттау жұмыстары әкімдікпен апта сайын жүргізілуде. Әкімдіктің сайтында қай жерден көмірді алуға болады, қандай оператордан алуға болады, сондай ақ ақпараттар қазіргі таңда бекітіліп тұр. В настоящее время Карагандинской области за уголь завозится из одной шахты и 8 разрезов. Акиматом Карагандинской области на постоянной регулярной основе проводятся информационные работы. В области функционирует 52 точки реализации угля. Это у нас в областном центре из них 20. Также на сайте Акимата Карагандинской области есть раздел, где можно увидеть адреса операторов, номера телефонов и так далее. Также мы еженедельной основе будем информировать население о каких-либо изменениях об этих точках и контактных данных. Жақсы. Азамат Серікұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті облыс тұрғындары, құрметті бағдарламаға қатысушылар. Біздің мемлекеттік орган көмір саласына жауапты және реттеуші орган болып табылады. Бүгін жалпы Қазақстан бойынша 2022 жылдың қорытындысы бойынша 113,9 миллион тонна көмір өндірілген болатын. Ал биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында 54,6 миллион тонна көмір өндіріліп отыр. Жалпы өндірілетін көмірдің Қазақстан Республикасы бойынша халықтың тұтыну қажеттілігі 9,3 миллион тоннаны құрайды. Соның бүгінгі күні халыққа 3,3 миллион тоннасы жеткізіліп отыр. Енді Қарағанды облысына келетін болсақ, негізгі қажеттілік 1,100,000 тоннаны құрайды. Бұл жерде негізгі жеткізуші болып Шұбаркөл көмір, жалын разрездері болып табылады. Бүгінгі күні министрліктің тарапынан жүйелі шаралар қабылданып жатыр. Біріншіден тиісті іс-шаралар жоспары әзірленіп, республика деңгейінде барлық әкімдіктерге жеткізілді. Екіншіден, республика территориясынан автомобиль көлігімен көмірдің экспортына толықтай тыйым салынды. Және үшінші, қазіргі таңда тиісті үкіметтің қаулысы әзірленіп жатыр. Ол қаулыға сәйкес енді көмірді экспортқа тек көмір өндірушілер, яғни қолында жер қойнауын пайдалануға құқығы бар, контрактісі бар жер қойнауын пайдаланушылар шығара алатын болады, және көмір саласында жұмыс істейтін кәсіпорындар. Бұл қаулының негізгі мақсаты ортадағы делдалдардың санын азайту, яғни болдырмау болып табылады. Бүгінгі күні негізгі жұмыстар басталып кетті, және осы алаңды пайдалана отырып, халықты ертерек көмір алуға шақырамын. Жақсы. Абзал Жұпарұлы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, облысымыздың және қаламыздың тұрғындары. Жылыту маусымына дайындық шеңберінде
Қарағанды қаласында және де осы облыс деңгейінде қала халқын тұрмыстық коммуналдық көмірмен қамтамасыз ету жергілікті өкілдердің басты назарында. Бұл бағыттағы жұмыстар жүргізу аясында осы қаламыздағы барлық өңірлік көмір операторларымен тиісті жиындар өткізілді. Ол жиындарда осы халықты коммуналдық тұрмыстық көмірмен қамтамасыз ету мәселесі бойынша операторларға тиісті ұсынымдар ұсынылды. Оның ішінде жаңағы көмірдің бағасы, көмірді уақытында қорын сақтау және де халықтардың ұсынысы бойынша жеткізу бойынша сұрақтар қаралды. Негізінен Қарағанды қаласы бойынша барлық көмір операторларының саны 20. Сонымен қатар көмір операторларынан бөлек біздің жергілікті кен орындарында, оның ішінде Рапид компаниясы және де шахта Эксимартис компаниясы көмірлерді өзінің кен орындарынан халыққа тікелей сатуға да биыл жоспарлап отыр. Көмір сатып алу бойынша ақпараттарды біз қаланың әкімшілігінің сайтында, Facebook және Instagram парақшаларында барлығын жарияладық. Көмірдің орны мен бағасы Қарағанды қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөліміне 42 1505 телефон арқылы білуге болатын қосымша хабарлағым келеді. Сонымен қатар аудан әкімдіктері мен қоғамдық орындарда және де жеке сектордағы жер үйлерге жадынама тарату бойынша ақпараттық жұмыстар қазіргі таңда қала бойынша жүргізілуде. Сондықтан құрметті көрермендер, қыс мезгіліне алдын ала дайындалуды сұраймыз. Жақсы. Сергей Ким, сөз кезегі өзіңізде. Карл Кун, доброго дня всем. На сегодня мы объявляем, то есть акционерное общество Шубаркуль-Комыр объявляет о закрытии пункта самовывоза, который действовал на территории площадки Шубаркуль-Комыр. Изменения вносятся в целях недопущения дефицита угля для населения в близлежащих населенных пунктах и предотвращения конфликтных ситуаций, которые мы видели, которые имели место в 2022 году среди водителей автосамосвалов. Ну, как сообщалось, что с 1 января Шубаркуль-Комыр поднял цену на пункте самовывоза. Поднятие цены составило 13%. На пункте самовывоза при этом выиграл компания ТО «Комыр Гарант». Цена на пункте самовывоза выросла на 9,8%. При этом хотелось бы отметить, что цена не поднималась в течение с 2018 года, порядка 5 лет. При том, что в прошлом году инфляция была более 20%. Повторюсь, в 2023 году по итогам биржевых торгов оптовым покупателям признался ТО «Комыр Гарант». Теперь о проблемах. Ежегодно в период высокого спроса на уголь на площадке Шубаркуль-Комыра скапливалось порядка до 400 машин. То есть люди, водители тех же самых машин стояли в очереди по 3 суток. Кроме этого установлено, что в 2022 году непродуктивные посредники экспортировали существенные объемы каменного угля, предназначенного для коммунально-бытовых нужд, чем создавали некий дефицит чисто для населения Республики Казахстан. Этот уголь они приобретали с пункта самовывоза. Такая ситуация вызвала дефицит угля. Но при этом есть определенные решения для того, чтобы решить все-таки вопрос по обеспечению угля населению. Создаются 4 пункта дополнительных тупика. Этим будет заниматься Комыр Гарант. Тупик на Джисказгане, тупик это Улутауская область, это Жанарка, тоже Улутауская область, это Сакаровка, Карагандинская область, и тупик на Аркалыке, это Манкарагай, это Кустанайская область. То есть объемов 270 тысяч тонн, которые были выгнаны на бирже, они будут предназначены для реализации с этих 4 тупиков. Помимо этого, для обеспечения угля близлежащего в населенных пунктах, их определены 9. Это вопросы Баршина, Бестамак, Жамбобек, Каракаска, Талдыса и так далее. Они будут обеспечены по схеме. То есть мы создаем некий сухой склад
близлежащих районов пока определили, что это будет Баршино. Вот, мы определились, отработали совместно с акиматами количество этого угля. На сегодняшний день это определено в объеме 25 тысяч тонн. То есть мы вывозим туда, и уже по спискам и под контролем акиматов этот уголь будет продаваться чисто только населению. Ну, в принципе, у меня все. Жақсы. Дамира Қожахметова, келесі сөз кезегі өзіңізде. Алып қосарымыз жоқ. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Здесь хочу отметить и в целом разъяснить на простом языке, вот, чтобы народу было понятно. Вот сейчас как коллеги, как отметили Шубаркуль Кумыр, люди понимают закрытие точки самовывоза. Сейчас среди населения такой резонанс поднялся, что, возможно, это люди принимают это как точки закрытия самых населенных пунктов. То есть в городе Караганде есть 20 точек. Вот, условно говоря, эти 20 точек будут функционировать. То есть, как ранее в город на железнодорожном пути заезжал уголь, есть 20 точек, 20 операторов, которые будут продавать уголь на местах в центре населенного пункта. Также у нас в отдельных регионах, где были точки, и по ним тоже в целом по области 52 таких. Самовывоз, это ранее, как говорится, закрытие самовывоза, это для тех, которые с Шубаркульского разреза забирали на машины и продавали в самих населенных пунктах, или создавали какие-то точки и так далее. Но как ранее у нас действовала вот эта схема, то есть в Караганду, либо и так далее, уголь заезжает, отсюда также народ забирает внутри населенных пунктов. Также у нас дополнительно вот в Осакаровских районах, если ранее там операторы продавали там или забирали же с точки разреза данные регионы, Нуринский или Актугайский, Щецкий или Осакаровские районы. В настоящее время те районы, в Осакаровском районе одна точка будет открыта, оттуда будет также забираться. Это даже логистика уменьшается. Что касается других регионов, у нас по области, опять-таки, повторюсь, 52 точки. Операторы есть, угольные запасы и схемы, и объемы уже определены. Следовательно, как по аналогии было, также и последний мониторинг показывает это то, что если раньше мы были совместно с Улутауской областью, а большинство самовывоза это уходило на те регионы, где Улутауской области находится. В настоящее время в нашей области по углю запасы имеются, точки также функционируют, так же, как и вы ранее забирали или уже покупали по объявлению и так далее в точке Карагандинской области, которых определены, вы также можете покупать. Но вместе с тем призываю не ждать тот период, когда будет скапливаться больше на этих местах машины и так далее, и цены и так далее. Уже начать подготовку к отопительному сезону. Жақсы. Тағы бір қоса кететін комментарий. Жаңа кәсіпорын өкілдері де, әкімдіктің де өкілдері айтып жатыр. Өзі алып кететін пункттың негізгі разрездегі жабылғанымен, бірақ сол разрездің айналасында 100 километр айналасындағы негізгі ауыл аймақтар барлығы көмірмен қамтамасыз етілетін болады. Жаңа 9 орын атап өтілді. Сол 9 өңірде бұрынғыша халыққа көмір сатылатын болады. Яғни ол жақын жатқан, разрезге жақын жатқан ауылдарды көмірмен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұның бәрі не үшін жасалып жатыр? Мен жаңа бұған дейін де айттым, тиісті қаулы әзірленіп жатыр деп. Былтырғы мәселені алып қарайтын болсақ, Шубаркөлден Жамбыл облысынан, Түркістан облысынан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан облысынан автокөлікпен алып кетіп отырды. Бірақ тиісті талдаудың нәтижесі ол көмірдің барлығы көбінде Жамбыл облысы арқылы Қырғызстанға, Түркістан облысы арқылы Өзбекстанға өтіп отырғанын көрдік. Өзбекстанға 30%-ға экспорт артты, Қырғызстанға 20%-ға жуық экспортымыз артып отыр. Яғни кәсіпорынның есебінен ортадағы делдалдарды байытып отырдық. Соны болдырмас үшін енді ол өңірлерге көмір темір жолмен жеткізілетін болады. Оның өзін-өзі құны сәл төмендеу болады былтырғыдан. Ал
разрездин айналасындагы ауылдар ол тек Нұра ауданы емес, Улытау облысының Улытау ауданында көмірмен осы схема бойынша қамтамасыз етілетін болады. Жақсы, мазмұнды мәлімдемеңізбен толымды ақпараттарыңызға алғысымызды білдіреміз. Келесі кезекте сұрақ-жауап сессиясы. Өзіңізді толғандырған сұрақтарды 41 11 30 жедел желісі арқылы жолдауларыңызға болады. Итак, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Прямо сейчас вы можете позвонить к нам на горячую линию 41 11 30 и задать те вопросы, которые вас интересуют. Желіге келіп түскен сұрақтарға жауап берсек, телефон горячей линии, колл-центр есть какой-то у Шубарколя? Кому звонить, где купить? Можно на этот вопрос я отвечу? Как сказали, у нас в городе Караганде 20 угольных операторов, но среди них самые известные населению, это вот у нас 3 адреса, это ИП Крылов по адресу учетный квартал 132, это в простонародье район ХМК. Также ТО Армандар Орындалады, это по улице Складская 13, и Трейд Экспорт КЗ, улица Камская 2 и 2. В принципе, эти основные точки, они более подробную информацию вы можете получить, позвонить по телефону 42 15 05 в отдел предпринимательства города Караганды. Цены в этом году на уголь у нас в городе за тонну шубаркульского угля 13 450 тенге. Хочу добавить здесь в целом по области. Я опять-таки повторюсь, в разделе на сайте Акимата Карагандинской области. Это также будет и на сайте управления. В целом вся информация есть на сайте. Также мы население будем еженедельно информировать о местах, где можно купить уголь, и контактные данные. Если вы зайдете на раздел Акимата Карагандинской области, промышленность, вот, там есть карта, там, где полностью расписано по всем операторам, не только что по Караганде, по области. Там и расписаны номера телефона. Предварительно вы можете даже позвонить, о цене узнать, о условиях доставки и так далее. Жақсы. Следующий вопрос. Телеканал Сарыарка. Кто следит за качеством угля? Постоянно жалобы в соцсетях. Жалпы көмірдің сапасы мемлекеттік органдардың ішінде Сауда және интеграция министрлігінің техникалық реттеу комитеті бар. Сол комитет уәкілетті орган болып табылады. Және де кәсіпорынның өзі де белгілі бір стандарттарға сай тексерістер өтіп отырады. Сондықтан ол мерзімді түрде, периодикалық түрде деп айтады, енді жүргізіліп отыратын іс-шара. Кәсіпорынның толықтырары болса. Да, здесь хочу дополнить. По качеству угля, в первую очередь, вот с прошлого года у нас в регионах созданы департаменты торговли и защиты прав потребителей при Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан. Она у нас находится по адресу Костенко 6. Вы можете обратиться в данный государственный орган. Также в первую очередь здесь несет сами реализаторы угля и производитель. Также по вопросу качества угля население города вы можете позвонить по номеру 42 15 05. Это Акимат города Караганды. Жақсы. Ожидается ли нехватка угля? Ну, по области, давайте я скажу, как я ранее отметил, пока таких критичных прогнозов по нехватке не ожидается. Так же, как ранее поставлялся, те же объемы и так далее. То есть, помимо вот Шубаркуль, мы акцент делаем, помимо Шубаркуля есть еще и другие операторы, которые определенные регионы и доли населения закрывают эти вопросы. Поэтому мы прогнозируем, что и с учетом того, что, как коллега отметил, на сегодняшний день нормативно-правовой документ о запрете экспорта компаниям, за исключением лиц, имеющих лицензии на добычу угля. То есть, если этот вопрос отрегулируется, нормативный документ примется, то есть дальше уже наш уголь, кроме самого оператора, кроме самого недропользователя, дальше никто не может продавать. Следовательно, этот уголь будет, конкурентная среда расширится, и, следовательно, уголь у нас больше будет.
Жақсы. Тағы да. Толықтырып кететін ақпарат бар. Егер жүргізушілер мен тұтынушыларға арналған қауырт желі жұмыс істейді. Егер жүргізушілерде жабылғаннан кейін сұрақтары болса, қай жерден алып кету туралы, тағы да басқа да ойландыратын, толғандыратын сұрақтарына жауап беретін қауырт желі құрылған. Ол үшін 8702 784 9222, сонымен қатар 8701 723 53-62 телефонына және WhatsApp желісіне сұрақтарын қойыларына болады. Жақсы. Басқа айтарларыңыз, қосарларыңыз бар болса? Енді қоса кететінім, халықты неге шақырам. Әрбір заттың өзі бар. Если вы ажиотаж искусственно, народ панику создают, сами же и создают ажиотаж. Надо, есть точки, как ранее покупалось, сейчас нельзя паниковать. Эта точка, закрытие точки не говорит о том, что у нас в области не будет или будет нехватка угля. Я опять-таки повторюсь, поэтому принимайте информацию из достоверных источников. На сайте Акимата Карагандинской области будет еженедельная информация вывешена. Мы будем население информировать, а те, которые информации и также призывы каких-то неправомерным действиям, я прошу воздержаться, поэтому призываю к пониманию народ. Жақсы. Құрметті көрермен, осымен біз тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.